Қазақтың үш бәйтерегінің туғанына 130 жыл толуына орай библиографиялық көрсеткіш ұсынады. 1938 жылы қандыгөз саясаттың құрбандары болған Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықпен қатар тәуелсіздік жолында жанын пида еткен ұлт тұлғаларының қалтықсыз қызметін сіңіріп, өмірі мен шығармашылығын тереңдей танып білуіне ықпал ету бүгінгінің басты міндеті. Өз заманының зар-мұңын қалам ұшымен суреттеп, қоғамның дамуына, жаңаруына, ұлт әдебиетінің қалыптасуына сүбелі үлес қосқан. Сонау зұлмат дәуірде көксеген арманы, көздеген мақсаты да бір еді. Тағдырлас, мүдделес, замандас тұлғалардың қалдырған ізі мәңгі өшпестей. Әр қайсысының қазақ әдебиеті тарихында алар орны айрықша. Сәкен Сейфуллиннің шығармалары Аққудың айрылуы, Ақсақ киік, Тар жол тайғақ кешу, сол жылдарда домбыра сияқты кесек туындыларын қалдырды. Бейімбет Майлин прозада, поэзияда және драматургияда да бірдей өнімді еңбек ете білген қаламгердің туындылары Ел сыры, Қызыл жалау, Ұлпан, Тұңғыш құрбан шұғаның белгісі. Қазақ Ілияс Жансүгіровті поэзия құлагері деп атап кеткен. Шығармалары құлагер, жолдастар, әнші, күйші, күй, поэмалары әдебиетшілер қазақ поэмасының інжу маржаны деп бағалаған. Бұл көрсеткіште түрлі әдебиеттер мен мерзімді баспасөз бетіне жарияланған мақалалар тізімі енгізілген. Библиографиялық көрсеткіш тарихшыларға, ғылыми қызметкерлерге, оқытушылар мен студенттерге, ел тарихын білгісі келетін барша оқырман қауымға арналған.